Құрметті сайлаушылар, мен атым Мабинова Майра Жамантаевна. Мен 7-ші облыстық маслихатқа сайлау округінен үміткермін. 19 наурызда Қазақстанда сайлау өтеді. Ол сайлау біздер үшін өте ерекше, өткені бір жыл болды. Әділеттік орнап, біздің облыстың статусы берілді. Облысымыз Абай атамыздың атын алды. Сондықтан сайлауға бәріміз қатысайық, семейлік екенімізді, Абай елінің азаматтары екенімізді көрсетейік. Өйткені өзгерістер тек қана бізден басталады. Біз немқұрайлы қарасақ, бұған ештеңе өзгермейді. Сондықтан өз басым айтайын дегенім, мына көп жылдан бері шешілмей келе жатқан мәселе, ол полигоннан зардап шеккендердің өмірі және біздің өңірдің тұрақты даму арқылы әрбіреуімізге сапалы өмір жасауға мен күшімді салам. Ол ең бірінші мына полигонға қатысты заң қабылдау керек, жаңа заң қабылдау керек. Екіншіден, мына өңірімізді тұрақты дамыту арқылы біз сондай сапалы өмірге қолымыз жете алады. Өз білімімізді, өз тәжірибемізді, осы сіздерді сондай өзіміз сияқты белсенді азамат болуларыңызға мен өз күшімді салам деп уәде берем. Өтірік айта алмайтын адам, билікті бізге бәрін істетуге сіздермен бірге мүмкіндігіміз бар. Бірге жасаймыз.